Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда ең оңай жасалатын чак-чактың түрін көрсететін боламын. Бар болғаны 3-ақ ингредиенттен тұрады. Сіз де жасап көріңіз. Ендеше бастайық. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен бір жұмыртқамызға шым-шым, яғни щепотка тұзымызды салып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Содан соң 80 грамм ұнымызды жаймендеп салып, және араластырып қамыр жасайтын боламыз. Егер де сізге көп көлемде қажет болатын болса, чак-чак, осы ингредиенттерді 2-ден немесе 3-ке көбейтіп жасасаңыз болады. Мінекей достар, дайын қамырымызды осылайша ұн сеуіп оқтауымызбен жайып алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымыздың қалыңдығы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Осылайша жайылған дайын қамырымызды пышақпен бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Өзіме ыңғайлы болу үшін қамырымды кескен кезде оқтауға осылайша орап барып кесемін. Содан кейін керекті бөлшектеріне бөліп аламын. Сіз де солай жасап көріңіз. Ең соңында барлық бөлшектерді турап болғаннан кейін қолыңызбен арасына ауа кіргізіп араластырып алыңыз. Сол кезде жабысқан қамырлар бір-бірінен ыдырайтын болады. Ендігі кезек осы дайын қамырымызды қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Тез қуырылатындықтан қасынан ұзамағаныңыз дұрыс. Бірден пісіріп, барлығын таза табаққа салып алыңыз. Мінекей қуырылған дайын чак-чагымызға сгущенка салып араластыратын боламыз. Егер де сіздегі сгущенка қою болып араластыруға ыңғайсыздық тудыратын болса, микроволновкаға 1-2 минутқа салып алсаңыз сұйылатын болады және араластыруға да оңай. Мінекей чак-чагымыз дайын. Осылайша тарелкаға салып, дастарханға қояр алдын безендіріп аламыз. Мен макты пайдаландым. Сіз макты немесе шоколадты теркадан өткізіп пайдалансаңыз болады. Міне достар, ең дәмді оңай жасалатын чак-чак осылай жасалады. Сіз де жасап көріңіз және төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Баршамызға ас болсын достар.